Ура, ура, ура! Қараңыздар, қандай әдемі. Прям күшті. Мен дейтін бүгін кухнямдағы именно тамақ тұратын шкафтың ішін жинадым. И осы видеоны сіздерге де кішкене мотивация берсін деп, шабыт берсін деп сіздер үшін түсірдім. 7 минуттық видео. Прям до конца асықпай, күштетіп, бос уақытыңызда қараңыздар. Возможно, осы видеодан кейін, может, сіздер де өз кухняларыңызды жинап кетерсіздер. Ең бірінші мен дейтін осындай сатып алған банкалардың барлығын жуып тастадым. Бұның барлығы стекло, бірде бір пластик жоқ ішінде, потому что естідім мен, что пластик, оказывается, пластиктан жасалған ыдыстың ішіне тамақ сақтауға болмайды. Бірінші жуып тастағаннан кейін шкафтың ішіндегі барлық тамақты шығарыңыздар. Менде деген шкафтың ішінде торт істейтін заттар барлығы прям араласып жатыр. Итак, екінші шкафты тоже барлығын түсіріп тастаңыздар. Ішінде не бар? Приправалар, тұз, бұрыш. Но менің үшінші шкафым кілең макарондар тұр. И то мен спагеттиді банкаға салып қойсам, вообще түрін ужасын қалдырып тұр. Мынау дейтін барлық шыққан зат шкафтың ішінен. Енді барлық полка босағаннан кейін оның ішін күштетіп сүртіп аламыз. Ішінде қатып қалған бірдеңелер болса, тамақтың қалдықтар болса, қырғышпен қырып сүртіп алыңыздар. Тап-таза етіп. Мына астындағы полкаға вообще мән бермеңіздер, потому что онда ыдыстар тұр. Бүгін оны жинап отырған жоқпын деп ақталып кеткен дейсің. Енді осы кепкен стеклолар, прям мына банкалар кепкен болу керек. Кеппесе, оны салфеткамен сүртіп алыңыздар. А то бүкіл тамақты бүлдіреді ғой. Тамақты салғанда сізде артық қалса бетін прищепкамен или резинкамен орап қойып қойыңыздар. Кейін мына банкын ішіндегі тамақ азайып жатқан кезде сіздер оны просто толтыра қоясыздар. Вот и все. Келесі банкаға мен горох салып жатырмын. Получается, мен бір банкаға тек қана бір тамақ салам. Например, сізде 5 горохты 5 банкаға салып салмаңыздар, потому что сіз деген, например, күнде горох жемейсіз, вот сол сияқты әртүрлі банкіге әртүрлі тамақ саламыз. Менде макарон білесіздер, көп пісірмеймін, сол үшін өте аз қалыпты дейсің. Вот и все, наконец-то біттім. Мен кеше есептеп алдым, менің мына полкама тек қана 7 банк сияды екен. И мен тек қана 7 банк алдым. Именно осы полкаға. Сол үшін сіздерде, например, магазинге барып алып, мынау керек шығар деп толтырып банк алып алып, оны үйге сыйдыра алмай жүрмеңіздер. Барлығын есеппен сөйтіп алыңыздар, точ в точ. Мен дейтін, көріп тұрсыздар ғой, онға үлкендеу банк алдым. Бұл где-то 1,9 литр, 2 литрге жақын. Секерге де тоже сондай үлкендеу банк алдым. Қазір мен панировочный сухари салып жатырмын. Тоже артық қалды, и оның бетін жауып қойдым. Оны басқа жерге қазір көрсем, қайда жинап қойғанымды. Кейін банка азайғанда ішінде просто үстінен келіп сала қоямын. Күшті, мен өзім прям қуанып тұрмын осылай істегеніме. Енді бұйырса, қолданғанда ол вообще қалай болады? Оңай ма, ыңғайлы ма, или вообще ужас па, ыңғайлы емес па, мынандай вообще тамақты сақтаған. Потом сіздерге айтармын, отзывпен бөлісермін. Вот и все, осыны күштетіп қойып шығамыз. Қараңыздар, шап әдемі. Өзім прям мәзбін, кәдімгідей қол шапалақтап. Вообще эмоциямды көрсеңіздер ғой. Күшті, керемет. Мен прям армандадым, представляете, но менің арманым кәдімгідей. Адамдар осындайды да армандайды. Келесі полкаға істеймін енді, онда менде тек қана приправалар тұрады. Приправаларды обязательно воронкамен түкпей шашпай салыңыздар. Өте ыңғайлы воронкамен салған. Мен дейтін, мұнда байқасаңыздар, банкілердің сыртына ешқандай жазу жазып жатырған жоқпын. Мысалға, мынау дейтін күріш, мынау горох, мынау бұрыш, мынау тұз деп. Потому что менде 20 банка емес, толып жатырған банка жоқ. Мен шатастырмайын, түрінен таним. Приправаның да түрінен таним. Ана жоғарда тұрған банкілердегі тамақтарды да түрінен таним. Үйде тамақ пісіретін жалғыз мен, сол үшін мен дейтін, өзіме барлығы таныс, өзіме барлығы түсінікті. Егер сіздерге қиын болса, оны сыртына жазып қойыңыздар.
Қиын болмаса не істейсіздер, сыртына жазбай қойыңыздар дымды. Мен дейтін мына жердегі бұрышты керісінше ұстап қалып осылай шашып алдым. Бірақ ештеңе етпейді деп, конечно, жұмысымызды жалғастырамыз, бітіреміз. Күшті, қараңыздар, керемет. Енді бір ескертетін жағдай, спагетти дейтін ол ұзын болады. Мына банкі бағанағы банкілерден өзгеше, бұл банкі ұзынырақ. Мен дейтін прям сантиметрмен өлшеп барып магазинге солай сұрап алдым. Сіздер де сөйтіңіздер, просто ала салмаңыздар. Мына жерде көрдіңіздер ғой, қырғын мусор, өте көп мусор. Барлығын аямай лақтырыңыздар. Бірінші лақтырасыздар. Бұл сіздің мен бұрынғы приправаның ыдысы, менде Агуша мен Гербердікі болды. Соның барлығын лақтырдым, потому что енді мен оларды қолданбаймын. Сіздерде осындай бос коробкаларды, қолданбайтын приправаларды ертең пісірем деп жүрмей лақтырып тастаңыздар. Мына жерге мен дейтін 2 контейнердің ішіне артық заттардың барлығын салдым. Мен мына заттың барлығын банкіге салдым, и менде артық қалды. Ертең осының барлығы банкіде азайғанда үстіне дополнительно сала қоям. Сіздерде де дәл солай осындай артық заттарға арналған бірнеше контейнер алыңыздар. Міне күшті, супер, белиссимо, керемет. Қарағандарыңызға рахмет, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, достарыңызға жіберіңіз, мамаларыңызға жіберіңіз, и маған обязательно комментарий қалдырыңыз. Все, сіздерді жақсы көрем.